ақшамен айланып жасайтын адам үшін алып айтқан кезде ол не нәрселерге көңіл бөлу керек. Ең алдыменен бұл жерде ақша деген дүние бар. Енді осы ақша бұл не нәрсе? Біз осы нәрсені тануымыз керек. Көптеген уақыттарда біз ылғи да ақшаны өте маңызды дүние ретінде қараймыз. Соны табамыз, соған жетеміз, соны көбейтеміз дейміз да. Ал енді ақша деген нәрсе ол әмәлиятта бір құрал. Ол бір құрал, яғни оны біз бір көңіл дейміз. Енді осы көңіл құрал деген сөзден шығып тұр да, яғни оны пайдалану арқылы тағы да бір дүниелерді жаратуға болады деген сөз. Олай болса, менің сауда істеудегі басты мақсатым не? Ендеше шыңи, менің сауда істеудегі басты мақсатым не болмақшы? Шыңи арқылы мен ақша таппақшымын. Ал ақшаның өзі біртүрлі құрал болған болса, ондай болса, демек біздің ең соңғы мақсатымыз ақша табу емес екен. Онда оның ең соңғы мақсаты сөзсіз түрде цайчан, мал мүлік болуы тиіс. Яғни біз ең соңында тіпті де көбірек мал мүлікке қол жеткізу үшін еңбектенеді екенбіз. Мінекей бұл осы біздің жағы сауда істеудегі ең бір қарапайым төте жолымыз саналмақ. Ал енді біз көптеген уақыттарда бар назарымызды ақшаға ғана қаратып алатын болсақ, олай болса, біз бұл ақшаның өзіндік ерекшелігінен дұрыс пайдалана алмағандығымыз себепті одан мал мүлік жарата алмайды екенбіз. Енді мынау дүниедегі немесе айналаңыздағы көптеген адамдарға қарасаңыздар, байлардың көбінде мал мүлік бар. Яғни жалаң тек қана ақша ғана болатын болса бізде, онда ол өте оңай жаңағыдай боран шашындарға ұшырауы мүмкін. Мысалы, біз байқамай оны қаржы қосуымыз, я болмаса істетіп тастауымыз әбден мүмкін. Сол арқылы одан айырылып қаламыз деген сөз. Ал шын мәніндегі байлықты не дейді екен? Мал мүлік дейді екен. Ендеше бір саудагер үшін алып айтқан кезде, оның басты мақсаты көп мөлшердегі ақша табу үшін емес, керісінше тіпті де көбірек мал мүлікті жарату болатын болса, біз мына ақшаны тапқан кезде кішкене қуана жүріп жұмыс жасай алады екенбіз. Өйткені мен өз басымда өте сұмдық керемет ақшаларды тауып, жаңағындай керемет байлықтарды жаратып жүрген жоқпын. Ал бірақ осы барыста мен көбінде жаңағы ертеректен мысалы осы ақшаға көбірек мән бергендігім себепті мынау цайчан деген нәрсенің маңыздылығын білмеппін да. Ал енді осы 4-5 жылдан бері қарай біз көзқарасты өзгерттік мына жердегі. Тоқтап тұр, ақша арқылы нені жаратуға болады деген нәрсені ойласқан кезде барып, бізде ақырындап аз мөлшердегі болса да мал мүлік қалыптаса бастады. Сонда құрметті достар, біз күні бойы жаңағы басымызды еңіске салып алып, ауыр жұмыс болсын, жеңіл жұмыс болсын, жанталаса істей берсек, я болмаса жаңағы бір ақшадан бір ақшаны көбейтеміз деп саудамызды істей берсек, онда біз мүмкін осының ғана көлемінде шектеліп қалады екенбіз. Онда мынаған қол жеткізу үшін, онда бізде бір түрлі көзқарас, яғни ақшаның құрал екендігін түсіну көзқарасы жарыққа шығу керек екен. Енді бұл үшін де адамның мынау көзқарасында, идеясында жап-жақсы бір төңкеріс болуы керек. Сол төңкерістер ғана бізді жаңағы мына дүниеге жетелеп алып бара алады. Құрметті достар, жақсы, тіпті де көптеген мазмұндарды осы атой текстесіне назар аудару арқылы біле аламыз. Мынандай бір сөз бар. Айқын көзқарас табыстың бастамасы дейді. Егерде сіздер осы көзқарасты дұрыс деп қарасаңыздар, пікір аймағына алып-алып жаза кетіңіздер. Сонымен бірлікте достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыздар. 记得关注再走哦。